апай саламатсыз ба дейді да, содан кейін өзін кешке дейін жұмыс істейді ғой. Жұмыстан шаршамайсың ба осы? Жоқ па. Ұмытпаймыз, жақсы. YouTube каналының жанашырларына бір-екі ауыз сөз айтып қояйын. Иә. Менің YouTube каналының тыңдармандары, көрермендері, жанашырлары бүгін міне қасиетті біздің халқымыздың ұлы дарынды композиторы Нұрғиса Тілендиевтің шаңырағы қазіргі мұражайында осындай керемет бір туар дейік сіздерді де. Міне ағамыздың жан-жары Дариға апайымызбен Жаңылхан деген керемет ақын, халқымыздың үлкен ақын қызымыз Жаңылхан деген керемет ақын қызымыз кездесіп отырмыз. Көптен армандаған кездесуді армандадық қой, күттік сондай сәтін салса екен деп Алладан тіледік. Міне сәрсенбінің сәтті күні иншалла кездесіп отырмыз. Мен өте қуаныштымын. Жалпы Аллаға мыңда бір шүкір деймін. Мынау орындаушының меніңше арманы жақсы көретін, орындап жүрген туындының иелер, авторларын осылай көзбе-көз көріп, сұхбаттасып, ой бөлісу деген ол әрбір орындаушының арман деп өзім есептеймін. Сондықтан да мен өзім бүгін арманым орындалып, міне сіздермен кездесіп. Қош келдіңіздер. Біз де қуаныштымыз. Жаңылды да көп көрмеп едік. Өзіңнің арқаңда, Гүлбаршынның арқасында. Барын. Дариға апай, бір-екі ауыз сөз айтыңыз. Тыңдармандарым сіз туралы көп білгісі келеді. Айтсам айтайын. Мұндай жерде айтпағанда қайда айтасың? Мынау шығармашылық бірлестік деген керемет. Ән жазатын адамға сондай көңілдегі өзінің жаңағы өлең жазатын, поэзия жазатын адамдарменен достасу деген керемет. Мен осыдан бірнеше жыл бұрын оның алдында да біз білетін, біз Нұраған барда да Жаңыл келіп түсіріп тұратын көптеген передачалар жасады. Нұраған кеткеннен кейін де біз кішкене жиірек араластық. Онда да Нұрағанның осы ұлы шаңырақты келіп түсірген Жаңыл, өзі сондай еңбекқор, оның үстіне поэзия шығу деген, оның жүрегі дегенің. Сол міне 4 ән жаздық. Алдында 3 ән өлеңіне жаздым. 3-еуі де керемет әндер. Енді сол жаңағы жанымды менің баураған өзіңнің арқаңда Гүлбаршын шығып жатыр. Халық өте қуанышты. Көріп жатыр. Әнді тыңдайтын ән. Жүректен шыққан нәрсе, жүректен шыққан ән, поэзия, ол адамның басқа адамдардың жүрегіне жетеді деген сөз. Өйткені ол жақсы, әдемі, маңызды, мәнді ән болғаннан кейін де қазір халықтың жүрегінен орын алып жатыр. Өте қуаныштымын. Жаңыл өзіңнің енді поэзияларын менде жинағын берген маған. Жаңыл 2 жинағын берді. Ұмытпасам. Енді соның барлығын арғылай жалғастырып, поэзияны енді күнде жазасын деп ойлаймын. Күнде болмаса да күн ара. Поэзияны тастама. Поэзия керемет. Енді оның сөзі деген, егер де ән жақсы болып, сөз нашар болса қалай? Ол ешқайыққа, ол халыққа жетпейді. Ал енді поэзия менен ән екеуі жаңағы осы бірігіп тұрғанда, ол енді адамдардың жүрегіне жете береді деп ойлаймын. 4-ші әніміз бар, оны Жаңыл әлі естіген жоқ, бүгін Құдай бұйыртса естиді. Сіздердің апасын сіз аяндайды аяулы апамыз бар еді, Бағдат тәте, Сафуан Шаймерденов ағаның үйіндегі апамыз.
Жаңыл сондай жақсы көреді. Мені сондай жақсы көрді. Біз жақын тұрдық та араластық. Сонда қолынан газеті түспейтін апа деңізші. Түнімен газет оқиды ғой. Түнімен кітап оқиды, түнімен газет оқиды. Қай уақыт ұйықтайсыз десем, күндіз бір 2-3 сағат көзін іледі екен. Айтпесе оқудан көзін алмайды ғой. Мен сонда ойлаймын, 80-нің ішіне келіп, 90-ға жақын қайтыс болды ғой. 80-нің ішінде, мол ішінде, қалай бұл кісінің көзі шаршамайды деп ойлайтын. Сол кісі риза болып кетті. Жарықтық өзіне естірттім, нені өлеңді алып барып, өзіне айтып, тексті менің қолымнан өзі алып қалды. Енді ол кейін енді архивтардан табылуы мүмкін, бірақ сол әнді ести алмай, ести алмай кетсе, сондай нетер едім мен, өкінер едім. Естіп кетті жарықтық. Сондай енді, осындай жақсы өмірде бір-бірімізді қуандық, бір-біріміздің қуанышымызға қуанып, біз енді Жаңыл екеуміз осы Гүлбаршынға сондай ризамыз. Сол әндер шыққанда мен ойлайтынмын, менің ішіме бір жылы бір нәрселер кіретін. Осы қазір айтылмаса да, осы түнде айтылатын ән деп ойлайтынмын ылғида. Міне қараңызшы, Алла тағала сәтін салып еді, ол Гүлбаршынның қолына барып еді, Гүлбаршын оны шығарды да жіберді. Айды аспанға шығарғандай. Соған сондай қуаныштымыз жарығым. Сенің жүрегіңе, бұның жүрегі өте таза, алтын қыз, алтын десе алтын. Енді осындай қуаныштан қуанышқа жете берейік. Жаңа айтып жатырмын ғой Гүлбаршынға. Гүлбаршын, мен осы әнді жинақтап, кітап етіп шығарғанның өзі қандай ақылға қонымды. Сол ақылды маған Нұраған беріп тұр ғой деп ойлаймын. Соны көрдің бе? Осы қай уақыт айтылса да айтылады әйтеуір. Айтылатын ән, соны 3 кітап шығардым ғой енді. Біреусі партитурный жаңағы, отырар сазында менің, отырар сазының репертуарында менің әндерім орындалып жүр, оны Гүлбаршын біледі. Өзі керемет музыкант, консерваторияны 5 жыл оқыған, білікті, білімді адамның қолына түскені біздің әніміздің. Сондықтан да шығып жатыр. Өзі еңбекқор. Еңбектен енді, еңбекқорлығы сонда енді. Егер бір еріншек біреудің қолына түссе, ол өзі айтып қана қояды да, содан кейін салғырттықпенен қалдыра береді. Ал қазірге дейін еңбектеніп жүр. Мен саған көп рахмет, біз енді. Жаңыл екеуміз саған ризамыз. Бақытың арта берсін жарығым. Осындай халықты осы жақсы әндерменен қуанта бер. Күш жігерің, қайратың жаңағы ортаймасын, кеңейе берсін, молая берсін деген тілек айтам. Мен сіздің тілегіңізге толықтай қосыламын. Ал енді құрметті Гүлекеңнің көрермендері, біз мінекей қасиетті шаңырақ Нұрекеміздің, қазақтың асыл азаматы, алтын бізге үлкен мұра қалдырған Нұрекенің шаңырағынан сіздерге сәлемдеме жолдаймыз. Және Нұрекеміздің жары, мінекей біздің сүйікті Дариға апамыз ортамызда отыр. Шынымен де бүгін керемет біздің кездесуіміз болып отыр. Бұл кездесуді үшеуміз 3-4 ай бұрын аңсағанбыз, енді ғана бір-бірімізге жетіп отырмыз. Шынымен әнді тыңдағанда өте қуандық. Сізге бірінші кездесіп жатырмын, көріп жатырмын. Енді біздің бір-бірімізге деген сыйластығымыз бүгіннен басталып, осы қасиетті шаңырақтан ары қарай арта берсін деп тілеймін. Шынымен сондай бір көңіліңіз ашық, жарқын, осындай ән шықты, жүрегіңіз жарыла қуанған кезде бірге қуандық. Қашан кездесеміз, енді бір-бірімізден кездескенше композитор ортамызда, сондықтан бәріміз бірге кездесек, үштік одақ болып отырсақ деген сондай бір тілек болатын. Алла тағала бүгінгі күнге жеткізді, оғанда мыңда бір шүкір. Енді бірден салып жіберген кезде әлеуметтік желі деген қазір қоғамның атмосферасы қалай көрінеді. Ол жерде ешкім біреудің тәтесі, біреудің ағасы деп, біреудің ой жары деп бағаламайды. Қалай бөлмей, қалай қабылдады, солай өздерінің
тілектерін айтып жатты, мәдениеттарын айтып жатты, сөйтіп бір дүр ете қалды да. Сондықтан ғұмырлан болсын деп тілейміз. Бұдан да кейін сізге бір зор денсаулық тілейміз. Екеуміздің атымыздан біз енді сіздердің жөнге келе жатқан толқынбыз ғой. Сондықтан сіздерге қарап ой түзейміз, сіздің амандығыңызды тілейміз. Әдемі әндер сіздің жүрегіңізден құйылып төгіле берсін. Тыңдармандарыңыз көп болсын. Сіз енді асыл анасыз, ардақты анасыз. Сондықтан сіздің барлық тілектеріңіз елге деген қабыл болсын деп тілейміз. Зор денсаулық тілейміз. Жаңа айтып жатсыз, енді шынымен бірінші келген кезде бұл жер қазір есіме түсіп отыр, 2008 жыл. Ұмытпаймыз деген хабар түсірдіңіз. Сол кезде сіз айтып едіңіз, осы шаңырақты ремонттан кейін келдің. Мұражай жасасақ деген сол кездегі, енді сол мұражайда сол тілек қабылған қасиетті орын, қасиетті мұражайда отырмыз. Бүкіл көрермендер келіп көріңіздер, танысыңыздар. Мына жерде қандай керемет дүниелер бар. Сондықтан осы шаңырақта отырып, осы бүгінгі біздің кездесуіміз сәтті өтсін деп, және біздің екеуміздің біріміз әнін, біріміз сөзін жазған. Ол жата беретін еді егер орындаушысы болмаса. Оны ешкім білмейтін еді. Гүлбаршынның арқасы. Жүрегіңіз жансын. Кештеріңіз болсын деп тілейміз. Сондықтан әркімнің өзінің тыңдарманы болады. Сол тыңдармандарың сіздің көп болсын деп тілейміз. Кездескеніме тағы да қуаныштымын. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Қуаныш. Мен орындаушы ретінде бір сөз айтып қояйын. Мен өте бүгін шынымен бақыттымын. Мен бұл әнді қалай маған сәтін салғанын айтып берейін. Апамыздың шайын ішіп отырып, бұл кісі маған айтты, ай, сен білесің бе, осы бір керемет бір Жаңылхан деген керемет қызымыз бар, ақын. Мен сізді танымаймын ғой, былай телевизорда да көп көрмейміз ше, сол. Бірақ келбетсіз қой. Оған келбетті жүргізіңіз ғой. Былай естуім бар. Сізді айтады, келбетті керемет осындай тележүргізуші. Сосын апай айтты, осы Жаңылхан деген қызымның осындай сөзіне жазылған керемет ән бар. Мен саған әндетіп берейін деді. Столдың үстінде отырмыз, әндетіп берді. Сөзін бәрін. Бірақ маған сыйлаған бұл кісінің Қызғалдақ дәурен деген кітапты сол кезде бердім. Сол кезде бердіңіз сіз. Сосын бірақ оның ішінде жоқ дедіңіз. Жоқ дедім ба? Сөйтсе бар болып шықты ғой. Жоқ екен, жоқ екен. Солай ма? Мәңгілік. Мәңгілік ел екен ғой. Сіз бірақ маған айттыңыз. Сен қазір соны суретке түсіріп алшы дедіңіз. Мәңгілік елімді аштыңыз да, суретке түсіріп алшы дедіңіз. Сосын үйге барып көр дедіңіз. Сосын мен суретке түсіріп алдым, сотовыйға. Сосын келдім үйге. Бұл кісі Қызғалдақ дәурен кітабын берді ғой, 200-ден астам әні бар. 160 ән. 163. Сондай ма? 163. 200 деп жүр. Соның ішін... 200-ге таяу деп жазылған. 200-ге таяу деп. Ішіндегі әндерді нете бастадым, зерттей бастадым, көре бастадым, әндете бастадым. Сосын бір кезде есіме түсіп кетті. Ойбай, апай, маған деген суретке түсіріп ал деп еді ғой әнді деп. Сотовыйдан аштым да, вот буквально бір рет қой. Бір рет қана айттым. Бітті дедім ғой. Менің әнім бұл. Мен үшін шығарған. Мен үшін шығарған сөздер қандай керемет. Содан деген әлгі ұйықтай алсам таңертең тұрып алып әнді деген сөздерін бейтіп. Ой, айттым да, бір кезде жас. Жыладым, отырып алдым, жыладым. Сағыныш сөздері ғой, екі жол сөзі, сағыныш туралы. Еңкілдеп жыладым. Сағыныш болу бір бақыт. Сағыныш болу бір бақыт. Тазаланып, сондай әннің құдіретін сезініп, сосын апайға жібердім ғой аудио. Апай, мынау керемет ән ғой, қалай жатыр бұл? Неге жатыр? Бұндай әндер деген жету керек қой халықтың құлағына. Қалайша мынау гитарамен қандай әдемі келіп тұр. Содан бірінші жазғырма дедім. Жазғырманы мен баяғыдан аңсап жүрген. Оны оркестрмен ойнап отырып аңсайтынмын. Осының сөзін қайдан табамын депші. Құдай ма. Апасы қасында жүр. Жазғырма қайдан табамын.
оркестрмен де керемет түсірген кім ағай еді? Кім жамағат ағай, керемет жамағат алтына да керемет жеткен. Көп менің әндерімді сол түсірді. Содан күйлерімді түсірді. Иә, соны жазғырманы. Оркестрде. Дариға апайға айттым, менің жоспарым дедім, бірінші жазғырманы жазам. Екінші міндетті түрде жанымды мен баураған тұр дедім. Жазуым керек тезірек. О, қалай шығарды, тез. Көрдіңіз ба? Сондықтан да мен ойлаймын, ол негізі мынау әнді халыққа жеткізу бұл үлкен жауапкершілік біріншіден, екіншіден қиын. Сіздің жүрегіңізден сөз шығады, сіздің жүрегіңізден әуен шығады. Екі жүрек қосылар ма? Ол барып орындаушының жүрегіне жету керек. Содан үш жүрек қосылу керек те, ол барып өзінің жүрегін табады. Солай ғой. Тек қана жүректер арқылы, сосын барып жетеді. Сосын барып әр тыңдарман өзінікін табады. Сондықтан да орындаушының әрине несі өте қиын, жауапкершілігі. Тем более мынандай тірі, көздеріңіз тірі отырғанда, иншалла, міне, иншалла, көздеріңізді көріп отырып, орындау, мен қазір орындап берем, әрине. Жанды дауыспен. Сондықтан да менің сіздерге тілерім, сіздің керемет сөздеріңіз таусылмасын, төгіле берсін, жүрегіңіз сайрай берсін. Керемет жүрегіңіз сайрай берсін. Халқымыз, қазір деген халқымызға рухани байлық өте керек заман. Қазір халқымыз рух жағынан, рухани жағынан жетіспеушілік көп. Орысша айтқанда голодный дейді, ашпыз. Халық сондай жағдайда қазір. Ал енді сізге жарығым, әуендеріңіз, әндеріңіз, саздарыңыз бар ғой, баршылық қой, соны шығара бер. Бұл кісінің кейбір әндері бар, сөзі де өзімен кеткен. Өзі, сөзінде, әнді өзі шығарған. Мен айтам, қандай библиотекаңыз, мынандай библиотекамен қалай просто так бүйтіп жатуға болады, спокойно. Саспаймын ғой. Алла өзі шығарып жатыр. Сәтін салып жатыр. Екі қыздың арқасында, мінекей, көрген үштеген сан өз қасиетті сан ғой, үшеуміз ғой. Біз үшеуміз көп сіздің. Сіз небір ұлы адамдарды көрдіңіз. Иншалла. Мысалы, мен өзім Нұрағаңмен бетпе-бет кездескен мен соны жаңа сен кездестің ғой Нұрағаңмен кездеспедім. Ботагөз апай жанында жүрген режиссер сол түсірген. Мен одан кейін жарығым. Сондықтан да менің осы күнге әрине ол енді Нұраған қаламат қой. Бірақ естіп жүрміз ғой. Әрине естіп жүрміз. Мен ойлаймын, мен осы үшеуміздің үштеген сан қасиетті, осы үшеуміздің осылай біріккеніміздің өзі, мен ойлаймын, Нұрағаның арқасы. Аруақ береді дейді ғой, аруақ тілегіңді береді дейді. Ал ол кісі кетті деп айтуға болмайды. Қандай қыруар артына мұра қалдырды. Ал енді соның бәрі бізге сабақ болды, міне Құдайға шүкір. Ұлы шаңырақта біз әрқашанда осылай кездесе берейік, жарықтарым. Ал енді Ұлы шаңырақта біз әннің тұсауын кесейік, танытайық, әнді ұшырайық, қанаттандырайық. Өзің жақ, өзің көрмесін бе? Ал енді құрметті тыңдармандарым, менің негізі жанымды менің баураған әні каналымда бар. Күнде көріп жатырсыздар, тыңдап жатырсыздар. Соны енді бүгін жанды дауыста сол әннің авторларының қатысуымен орындап берейін, қабыл болыңыздар. Жанымды менің баураған, жанарың еткен
Керемет. Алтын қыз, тамаша. Қандай мінекей, міне. Менің қолымда. Міне. Пульт. Пульт жерге ұшпа. Керемет. Мен тыңдай берем ғой. Тыңдасам тыңдай берем. Жазылды ғой, жазылды ғой.